Сіздерге Тренжолдың ішіндегі скидкалар туралы түсіндіріп кетемін. Мұнда қараңыз, мұнда мега маусым деп жазылып тұр, және 24-27 аралығы деп жазылып тұр. Яғни Тренжолдың ішінде 24 мен 27 аралығында товарларға скидка болып жатыр деген сөз. Мысал ретінде бір товарға қандай скидка болып жатқанын салыстырып көрейік. Мұнда қараңыз, бұл жерде пиджак жылдам жеткізу деп жазылып тұр. Жасылмен жазылып тұрғанда астында карго бевада деп тұр. Яғни бұл магазин айтады, менің магазинімнен 75 лирадан жоғары товарға заказ беретін болсаң, мен саған доставкасын тегін жасап берем. Ал егер менің магазинімнен 75 лирадан төмен доставка, то есть товар алатын болсаң, доставкаге 16 лира ақша төлейсің дейді. 16 лираны теңгеге шағайық, 432 теңге болады екен. Енді қараңыз, бұл товардың бағасы 432 лира екен. Негізгі бағасы 432 лира. 432 лира 11.665 теңге. Ал қазір скидкамен ол 409 лира болып тұр екен, 11.044 теңге. Где-то 600 теңгеден аса скидка болып тұр екен осы товарға. Яғни бұл скидка 27-сіне дейін осы товарды алатын болсаңыз, 11.044 теңгеге алады екенсіз. Осылай әртүрлі товарлардың скидкаларын көріп заказ берсеңіз болады. Әр магазин өздері әртүрлі скидкаларды ұйымдастырып тұрады. Соған қарап товарға заказ берсеңіз болады. Енді бұл жерде тағы түсіндіріп кетейін. Доставканы қалай бесплатно қылып алуға болады, сол туралы түсіндіргім келіп тұр. Мысалы ретінде, мұнда қараңыз, мына севочканы сатып тұрған бөлек магазин, шашқа тағатынды сатып тұрған бөлек магазин, 3 түрлі магазин тұр. 3 түрлі магазинде бағалары әртүрлі, иә. Мына мысалы 69 лира деп тұр. Мына мойынға тағатын алқамызды 69 лира дейді. Астына жазылып тұр, қараңыз, 75 лирадан жоғары товарға заказ беретін болсаңыз, менің магазинімнен дейді, сізге доставкасын бесплатно жеткізіп береміз дейді. Ал егерде 75 лирадан төмен беретін болсаңыз, яғни 69 лираға осыны сепет еклем деп мен заказ беретін болсам, ол кезде доставкаге мен 16 лира төлейтін боламын. 16 лирамыз теңгеге шаққанда где-то 432 теңге екен. 500 теңге шамасында болады. Ал егерде сіз 3 түрлі магазиннен 75 лираға жеткізбей заказ беретін болсаңыз, ол кезде 3 магазиннің сіздің адресіңізге товарды жеткізіп бергені үшін сіз әрқайсысына 16 лирадан ақша төлейтін боласыз. Ал лучше сіз оның барлығын бір магазиннен алатын болсаңыз, 75 лирадан асырып алыңыз 3 сатыңызды. Ол кезде доставкаге ақша төленбейтін боласыз. Осы жағы да выгодно болады сізге. Енді қараңыз, барлық магазин 75 лирадан жоғары товарға заказ берсең, бесплатно доставкасы деген жоқ. Мысалы ретінде қараңызшы, дефактоге қараңыз. Мұны товары тұр, 4 күннің ішінде товарды жеткізіп береміз дейді. Товардың расцветкалары барлығы мына жерде көрсетілген, описаниясы жазылған, бірақ бұл жерде карго бевада деген жазу жоқ. Яғни 75 лирадан жоғары бізге заказ беретін болсаң, товарын тегін жеткізіп береміз деп жазбаған дефакто. Сол сияқты әртүрлі магазиндер өздерінің әртүрлі шарттары бар. Кей магазиндерге 2000 лираға заказ берсең де доставкасы бесплатно демейді. Яғни доставканың ақшасын төлейсің деп тұрады. Сол жақтарына мән берсеңіздер болады. Бірақ көп магазиндерде 75 лирадан жоғары товарға заказ берсең, доставкасын тегін қылып жасап береді. Енді барлық магазиндер енді олай 75 лирадан жоғары берсең, доставкасы тегін болады деп айта алмаймыз. Мысалы, осы магазинде көре салайық мұнда. Карго бевада деген бар ма екен, жоқ па екен. Мұна киімді қараңыз, 129 лира деп жазулы тұр. Товарды 3 күнде жеткізіп береді екен. Бірақ купон беріледі екен, бұл жерде купондары бар екен. Мұнда карго бевада деген жазу жоқ. Яғни 129 лираға алып тұрсыз, 75 лирадан жоғарыға алып тұрсыз, бірақ сонда да доставкаге ақша төлейді екенсіз. Міне осылай жақсылап тұрып қарап заказ берсеңіздер болады.